Ахмет Байтұрсынұлы 1878 жылы 5 қыркүйекте кәсіби Қостанай облысы Шаркелді ауданы Сарыкөл ауылында дүниеге келген. Алаш зиялылары бас қосып, қазақ елінің жеке автономиясын құруды жөнделді. Мен ешқандай шетелмен айналыста болған емеспін. Қазақтардың рухы оянып мақсатында ұлттар арасындағы танылмайды емес. Себебі мен көзі ашық. Елдің түрмесінде отырмаған отырмын абақтың бөлмесінде, бұйрықсыз көшенің бөлмесінде. Сағыныш сондай, Ақкөлді ойлап құмарым қандай. Жыл қайдаймын, ағам, ала мені, ауылға барушы едім ай, ойладыр жаулық советке әркім мысалда. Мектепте жан мұғалім қандай болса, мектепте сондай болмақшы. Еліме байтақ атымды менің ақсұңқарым. Жеңіл түлі әділет бірақ. Осы кеш ешкімді тебірендірмей қалдырған жоқ. Барлығымыз тебіреніп, шын жүрекпен өзін жан-жаққа қарап отырмыз дейін ғой. Барлықтарыңыз бүкіл ықылассыздарыңызбен көріп отырсыздар. Келіп көріп отырған сендерге де рахмет.